Келесі аптада Берлинде Украина президенті Петр Порошенко Донбасстағы жағдайды талқылау үшін Ангела Меркель және Франсуа Олландпен кездеседі. Бұл туралы француздық сыртқы істер министрлігінің басшысы Лоран Фабиус мәлімдеді. Петр Порошенко Германияға Украинадағы тәуелсіздік күнін тойлағаннан кейін барады. Көшбасшылардың кездесуі осы жылдың ақпанынан бері алғаш рет өтпек. Ресей президенті Владимир Путин келіссөздерге шақырылмағандықтан норманд форматындағы кездесу болмайды. Франция сыртқы істер ведомствосының төрағасы Лоран Фабиустың атап өтуінше, соңғы уақытта Донбасстағы жағдай өршеленіп кеткен. Әсіресе облыс қызметкерлеріне шабуыл жасау оқиғалары алаңдатып отыр. Германия парламенті Грекияға 86 миллиард еуро көлеміндегі үшінші қаржылай көмек пакетін жіберу туралы шешім қабылдады. 454 депутат қолдап, 113 қарсы дауыс берген. Германия қаржы министрі Вольфганг Шойбленің сөзінше, Афинаға көмек беретін жаңа бағдарлама туралы шешім қабылдау оңай болмаған. Соңғы айлардың тәжірибесі барлығы да жұмыс істейді деген кепілдік бермеді. Күмән бар. Бірақ Грекия парламенті реформалардың көпшілігіне рұқсат бергендіктен, елдегі жағдайды жақсартуға мүмкіндік беретін сәтті жіберіп алғанымыз дұрыс болмас еді, дейді Германия қаржы министрі. Ел парламентінің Афинаға көмек бағдарламасын қолдауы Евроаймақ елдері қаржы министрлерінің де бағдарламаны қолдайтындықтарын білдіреді. 20 тамызда Грекия 13 миллиард еуро көлеміндегі бірінші траншты алуы қажет. Бұл қаржы Еуропа орталық банк алдындағы 3 миллиард 200 миллион еуро қарызын жабуға жұмсалады. Еуропалық полиция контрабандашыларға қарсы шаралар бастады. Сицилиядағы Катания қаласында Италияға заңсыз мигранттарды тасымалдайтын ұйымдастырушылар ұсталды. Барлығы 7 адам қамалған. Биліктің сөзінше, олар өткен сенбіде 49 мәйіт табылған қайықты басқарған. Құрбан болған мигранттар су көлігінің жабық трюмінде тұншығып қайтыс болды. Тергеу органдары қайықты басқарғандар мигранттар дем жетпей жатыр деп шағым жасағанымен трюмнен шығуларына жол бермеген деген нұсқаны айтады. Соңғы 2 жылда Европаға баратын мигранттар трафигі барлық рекордтарды жаңартты. Африкалық босқындардың негізгі тасымалдау бекеті ретінде Ливия аталады. Ал еуропалық жағалауға барып үлгермегендер жергілікті босқындар лагерінде қалып жатыр. Британдық құқық қорғаушылардың мәліметінше, ол жердегі жағдай жыл өткен сайын нашарлай түсуде. Баға көбейіп, қауіпсіздік кепілі азайып, босқындарға деген қатынас төмендеген. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, Еуропаға адам таситын нарықтың жалпы құны бүгінде 135 миллион еуро деп бағаланған. Контрабандашылар ескі құрлыққа ұйымдастыратын саяхат құны 1800-ден 10 мың еуроға дейін барады. Осы аптада Ұлыбритания және Франция өкілдері Ла-Манш бұғазындағы туннельдің қауіпсіздігін арттыру туралы жаңа келісімге қол қоюға дайындалмақ. Күн сайын ол өткел арқылы француздық Кале қаласынан Британияға 10 мыңдаған адам өтеді.